Қазақ әйелдерінің ең жеңіл бұйымдарының бірі алқа. Ол бір-бірімен шығыршық арқылы жалғасады және бірнеше 4 бұрыш, 3 бұрыш, дөңгелек әшекейлерден көрініп тұратын болғандықтан, асыл тастармен өңді әйнектермен безендірілген. Мойынға тағатын әшекей заттың бірі бойтұмар. Оны ертеде әйелдер ғана емес, еркектер де тағатын болған. Тұмар іші қуыс әдемі былғардан тігіліп, ою өрнектеліп, күміс шынжырмен мойынға асып алады. Адамды пәле жаладан, тіл көзден сақтау үшін оның қуысына қасиетті дұғаны қағазға тығып қояды. Алқаны жасөспірім және бойжеткен қыздар, жас келіншектер таққан. Алғашқында алқа дөңгелек алқа, бірнеше бөлік асыл тастардан, түрлі түсті шыны көздер орнатылған бірнеше алқаннан тұратын, топсалы шынжыр арқылы тағылатын мойын әшекейі. Алқа моншақтан тізілген асыл тастардан, алтын мен күмістен соғылып, бетіне асыл тас қондырып, ой өрнектеп салпыншақты етіп жасалды. Бірқатар әшекейлер, атап айтқанда тұмар және бозбан сияқты бойтұмарлар, теистік және фалистік белгілермен байланысты болса керек. Олар таяу және орта шығыста, сонымен бірге Орта Азияда кең тараған. Оларға цилиндрлік, бүрішті және үшбұрышты түрлер жатады. Шамасы бұл ғибадаттардың қалдықтары 19 ғасырда Орта Азия халықтарында да сақталып қалса керек. Әйелдер оларды көп балалы болу үшін мойнына, омырауына немесе қолының астына тағып жүретін болған. Кейде толғағы жеңіл болу үшін де мығынына тағып жүрген. Үшбұрышты басын төмен қаратып жасалған тұмар ерте кездің өзінде теистік белгі болған. Басы жоғарға қаратып жасалған тұмар азаматтықтың басы дегенді білдірген. Бірге қосылған екеуі жаңа өмірдің бастауы делінген. Өңіржек дегеніміз кеудені бәле жаладан сақтап тұратын, бір салтанаттарға тағатын, қыздың жасауына да беретін тамаша, көркем, қомақты, үлкен сондай зергерлік бұйым. Кеуде әшекейі деп айтуға да болады. Өңір әшекейі деп те айтылады, кейде де өңіржек деп айтылады. Оның тұмарша ретінде жасалынады. 3 таспалы, 4 таспалы, 5 таспалы түрлері де болады. Бұрынғы әжелеріміз оны сол салтанаттарға таққан, тағы да наным сенім үшін кеудені бәле жаладан, көздіктен сақтасын деп, сондай қомақты тағып жүрген. Өңіржек, омырау әшекейінің бір түрі. Өңіржек бала емізетін әйелдің міндетті әшекейі болып саналады. Ол әйел омырауын тіл көзден сақтайды деп есептеген. Батыс Қазақстанның ұзатылатын қыздарына арналған әшекей бұйымдарының жиынтығы өзінің ерекше салтанаттылығы мен салиқалылығымен ерекшеленеді. Кеудеге тағатын әшекейлердің басты құрамдас бөлігі өңіржек. Өзара бір-біріне шашбау секілді үзбелеп бекітілген әлденше үлкенді кішілі өрнекті шатырлармен безендірілген бұл бұйым кейде сансыз салпыншақтармен күрделене түседі. Күміс шатыралар оюлармен, бүршіктермен зерленіп, асыл тастар қондырылады. Аса көп еңбек пен шеберлікті талап ететін бүршікті зәрлеу тәсілі 19 ғасырдың соңында кең тараған қалыптау әдісімен жиі ауыстырылады. Басқа өңір әшекейлері алқа, түйреуіштер, салпыншақтар, бойтұмарлары, Батыс Қазақстан әшекейлерінің кешеніндегі басқа бұйымдар сияқты осы тәсілдермен жасалады. Ал даралық мәнер сирек кездеседі. Қазақтың бойжеткендері шолпы таққан. Шолпының ызғанын екі естелі бауға тағып, шашпен бірге өріп қойған. Жас әйелдердің көп қолданылған әсем бұйымының бірі шаш қалта. Оны тана моншақпен безендіріп өрген, шашты соған салып қояды. Шолпы, шаш теңге, шаштың ұшына таман тағылатын болған. Шашты әшекелеу негізінде шашбау сияқты күрделі етіп өрілген. Күміс тиындар тігілген таспа, құлпырма белгі алынады. Шашбаудың соңында баулармен немесе күміс салпыншақтармен жасалған сәнді жібек шашақ болады. Шашбау шаштың түбіне тағылып, ұзына бойы түсіп тұрады. Шашбау 4 қырлы күрделі өрмеден тұратын қос шынжыр бау. Ол екі жағынан жапырақ түріндегі бөлшектермен әшекейленеді.
Шашпаудың осы түрі бұрымның екі жағынан бекітіледі. Бұрым әшекейлеріне тиын ақшалар пайдалану жиі кездескен. Шолпы шашпауларды қыздар тек қана сән салтанат үшін емес, оны жүріс-тұрыстың жақсы болуына тәрбиелеуге, шолпыңның сыңғыры қатты естілмесін, секеңдеп қатты жүгірме, шолпыңның сыңғыры қатты естілсе сені әдепсіз қыз есептейді деп аналары қыздарын зекіп осып отырған. Ол да бір түрлі тәрбиелік мағынасы, жүріс-тұрыстың жақсылығын, сондай икемділіктің. Халық арасында адам жанының бір ұшы шашының арасын мекендейді деген наным сақталған. Сондықтан да шолпының ұшыны бәле жалана маңайлатпайды деп қоңыраулы сылдырмақ тағатын болған. Шолпы шашпаулар бір жағынан әшекей болып саналса, екіншіден қыз шашының ұзындығы мен қалыңдығын көрсетіп тұрады. Бұрымға тағылған шолпы сыңғыры қара ниетті күштерден қорғауды көздеген. Шолпының тәрбиелік мәні де зор. Жас қыздарға аналары секеңдеп қатты жүруге болмайды. Шолпының сылдырлаған дауысы қатты естілсе, сені әдепсіз қыз екен деп айтады деген тәлім тәрбие беріп отырған. Кейде бұрымға тағылған шолпы мен шашпаулардың салмағы 3 келіге дейін жеткен. Сөйтіп ол қыздың жүрісі мен бойын тік ұстау мәнерін қалыптастырған. Қорыта айтқанда барлығы да зергерлік бұйымдардың халық шеберлері, зергерлердің эстетикалық және шеберлік дағдыларын танытады. Әшекейіне қарай әйелдің жасын, әлеуметтік тобын, қай аймақтан екендігін ажыратуға болады. Түрлі тастармен безендіріліп, алтын күміспен құйылған қыз келіншектердің әшекейлері мен бар ынта-жігерін салып оңдай туындыны жасаған шебер зергерлер, ұсталық зергерлік кәсіп туралы қазақ ауыз әдебиетінде аңыз әңгімелер мен жыр шумақтары жетерлік. Зергерлік өнер қашаннан халықтың күнделікті тұрмыстық қажеттіліктерін қамтамасыз етуге қызмет атқарады. Алдағы уақыттарда да зергердің қолынан шыққан қазақ әшекейлеріміз дәулет дәрежесіне қарамастан әрбір қыз келіншектің қобдишасынан табылады деген ойдамыз.